Мұғалімдер, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп Абай атамыз айтқандай, осы аптада жасалған еңбектеріміздің еленіп, аталып өтетін Абай апта жаңалықтар топтамасы өз жұмысын бастайды. Аптамыздың алғашқы күні 2-3 бастауыш сынып апталығының ашылуыменен басталды. Екінші кезең сағат 14:00-ге дайындалған мектептің бірінші қабатындағы тақырыпқа мерекеге сай түсті қағаз бетіне басылған оқулықтар, түрлі әдемі суреттер, қабырға газеттері мен гүлдер оқушылар мен мұғалімдерді ерекше көңіл күйлерін көтерді. Апталық кезінде бастауыш пән мұғалімдерінің ашық сабақтар мен іс-шаралар жоспары құрылып өткізілді. 4 сәуір күні облыстық білім берудің оқу-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен қаламыздағы нөмірі 5 мектеп гимназиясында баланың басты ұстазы ата-ана тақырыбында жүрмелі ашық есік күні өтті. Шара барысында қаламыздың барлық тәрбие жөніндегі орынбасарларының атынан мектебіміздің директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Мұханғалиева Нұргүл Латипқызы жыл бойына қала мектептерінде жасалып келе жатырған тәрбие бағыты бойынша жұмыстардың есебін берді. Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығын насихаттау бағытында сәуір айында жүргізілетін іс-шаралар жоспарына сәйкес 5 сәуір күні мектебімізде бейнелеу пәні мұғалімдері Тағаниязов Дәурен мен Қозбағарова Алтын апайдың ұйымдастыруымен табиғат таң қаламын тамашаңа атты Абай шығармалары бойынша сурет байқауы өтті. Сонымен қатар 1-11 сынып жетекшілері сыныптарына ұлы ақын Абай тақырыбында бірыңғай сынып сағаттарын өткізді. Жетінші сәуір күні Кендірлі ауылдық мәдениет үйі мемлекеттік коммуналдық қызмет көрсету мекемесінің ашылғанына 1 жыл толуына орай Кендірлі өнер ордасы атты логотиптер байқауы ұйымдастырылған болатын. Сол байқауға мектебіміздің тәрбие жөніндегі орынбасары Азаматов Бауыржан да өз логотипін ұсынып, үздік дизайнда туынды ұсынған жеңімпаз атанды. Жергілікті Жаңаөзен жаңалықтар топтамасына да шыққан болатын. Кендірлі ауылдық мәдениет үйінде логотиптер байқауы өтті. Байқауда 9 қатысушы өздерінің жұмыстарын таныстырды. Аталған шараның нәтижесінде мәдениет үйінің кескіні таңдалып, бет-бейнесін көрсететін белгі болып қалмақ. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Шарада қатысушылар жасаған жұмыстарын қорғап, мән-мағынасын түсіндірді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, логотип дизайны Кендірлі аймағының тұрғылықты көрінісіне, мәдениет пен өнерге сай болуы шарт дейді. Шарттарына, талаптарына сай 9 өтінім келіп түскен болатын. Қазіргі таңда сол 9 қатысушы келіп қорып жатыр. Байқауға қатысушылардың қатарында мектеп оқушыларынан бастап ұстаздар да бар. Үміткерлер бір ғана логотиппен шектелмей, бірнешесін ұсынуына мүмкіндік қарастырылған. Көптеген оқушылар, қала тұрғындары өздерінің жұмыстарын ұсынып жатыр. Сол секілді мен де Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 5 жалпы білім беретін мектептің мұғалімі ретінде мен де өзімнің осы мәдениет үйінде деген логотиптік ұсындым. Кеме белгілеп, Кендірлі, яғни теңізді белгілеп, күндей жарқырай берсін деген ниетте күн белгісін салып, қазақи өзіміздің ұлттық домбырамызды суретін бейнелеп, барлық үйлесімін тапып бір-бірімен өзіндік логотипімді ұсындым. Байқаудың нәтижесінде нөмірі 19 жалпы білім беретін мектеп мұғалімі Бауыржан Азаматов жеңімпаз атанды. Жүлдегер алғыс хат пен қаржылай сый-сияпатпен марапатталды. Меруерт Мұхитқызы, Баққали Зияддинов, жаңалықтар. Сенбілік тазалық кепілі. Қала көркіне көрік қосу, тазалығы мен экологиялық жағдайын жақсарту. Мектебімізді таза ұстау мақсатында мектеп мұғалімдері сенбілікке шықты. Тазалықты сақтайық, лас болмайық, қаламызды таза ұстайық атты ұранмен өз мектебімізге сенбілік жасап, көшеттер отырғызып, мектеп ауласын тазалады. Осы аптадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі жексенбіде жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.